Сұрапыл соғыста құралайды көзге атқан мергендігімен аты шыққан жауынгер ұрыс даласының ұранына айналды. 300-ге жуық жауды жайратып, ерліктің үлгісін көрсеткен оның есімі қаруластарына қажыр қайрат беріп, рухын көтерді. Басылым беттеріне жиі жарияланып, Кеңес одағына белгілі сұр мерген атанды. Алайда хан майданда қаза тапқан батырға лайықты атақ берілмеді. Қатардағы қаруластармен бірге Ленин орденімен марапатталды. Осыған байланысты Әзілхан Нұршайықов былай дейді. Қазақ солдаты Ыбырайым Сүлейменов 239 фашисті жойған кездің өзінде сөзсіз Кеңес одағының батыры болуға лайық еді. Бірақ сәті түспеді. Ал 300-ден астам жауды жайпап, ер өліммен өлгеннен кейінде оған батыр атағы берілмеді. Ұсынылып, әлдекімдердің қазақтардан батырларды көбейте беріп қайтеміз деген арам ниетімен өтпей қалды ма білмеймін. Бар білетінім, соғыста ерен ерлік көрсеткен есіл Ыбырайым Сүлейменов батыр атағына ілінбей қалғаны. Мұндай ер жүрек сұр мергеннің батыр атағын алмағанына қалай өкінбессің? Мергендік деген өзі тирату емес. Ол өте қазақта біздің даланың адамдарында. Мерген деген сөз екіге бөлініп айтылады. Біреулері көздеп атады, біреулері кезеп атады. Көздеп атқан асықпай, қарауылдап атады ғой енді. Кезеп ату деген қай жерден қылт еткен немесе сол ата дәл тигізеді. Видимо, осы Ыбырайым Сүлейменов кезеп ататын азаматтар болу керек. Отан соғысы ердің ерлігін, елдігін сынға түсірді. Сол ерлікті кейінгі ұрпақ мына біз ұмытпайық. Қазіргі сәулетті өміріміз үшін жас жанын қиып, кеудесін оққа төсеген батырлар қаншама. Олардың қаншамасы қыршынынан қиылды. Солардың есімін мәңгі есте қалдыру бәріміздің азаматтық борышымыз. Ардагер ағалар еске алар өткендерді, өмір үшін өртеніп кеткендерді. Ал бүгін мақтан етер ұрпақтары жеңіс алып еліне жеткендерді дегендей. Ерлік өлмейді, ер ұмытылмайды. Ұмытуға қақымыз да жоқ, себебі сол хан майданда құрбан болғандар мен от жалынынан аман оралғандардың есімі жеңіс, бостандық, теңдік, бақыт, бейбітшілік сөздерімен қатар айтылады.